Сәлем достар, бүгін сіздермен психологиялық тест өткіземіз. Тестімізді бастамас бұрын каналыма тіркеліп қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздердің қолдауларыңыз біз үшін маңызды. Берілген суретте өзіңіздің көңіліңізге ұнаған жүзікті таңдаңыз. Таңдаған жүзікке қарай мінез ерекшелігіңізді айтатын боламыз. Бірінші жүзікті таңдаған болсаңыз, сіз нағыз патшайымсыз, өзіңізді дұрыс бағалайсыз, адамдармен адалсыз, өтірік айтпайсыз, кейде тіпті адамның көңіліне қарамай шындық айтасыз. Алайда сіздің жарқын мінезіңіз үшін адамдар сізге өкпелемейді. Адалдық пен тік мінезіңізге бәрі тәнті болады. Екінші жүзікті таңдаған болсаңыз, сіз нәзік жансыз, армандауды жақсы көресіз, армансыз өміріңізді елестете алмайсыз, бойыңызда биязылық басым, жасыңыз нешеде болса да жаныңызға әрқашанда жас. Егер ер адамды шынымен ұнатсаңыз, оны өзіңізге қарату сізге қиынға соқпайды. Үшінші жүзікті таңдаған болсаңыз, сіз арбаушысыз, тұла бойыңыз толасыз энергияға толы, кез келген адамды арбап аласыз. Көзіңізге қарағанда адам оның тұңғиығынан шыға алмай қалады. Барлық адамдар сізбен араласуға тырысады. Алайда сіз бәрін жақындата бермейсіз. Сіз көпшіліктің қызығушылығын тудырасыз. Төртінші жүзікті таңдаған болсаңыз, сіз қамқоршысыз. Сіз мейірімділігіңізбен емдейсіз. Көп адам сізге жан сырларын ақтарады. Сіз адамға демеу көрсетіп, кеңесіңізді біреуге әрдайым әзірсіз. Көп адам сізбен сөйлескеннен кейін жеңілдегенін мойындайды. Бесінші жүзікті таңдаған болсаңыз, сіз махаббат үшін жаралғансыз. Әрдайым бір нәрсеге ғашықсыз. Бұл ер адамға ғана қатысты емес. Жұмысыңызға қандай да бір затқа ғашық боласыз. Ғашықтық сіз үшін үйреншікті күй, жайдары сыңғырлы, күлкіңіз еліктіреді, әрбір сәтке қуана білесіз. Алтыншы жүзікті таңдаған болсаңыз, мінсіз әйелсіз, сіздің талғамыңыз жақсы, мінезіңіз байсалды, көңіліңіз жайдарлы, өте сезімталсыз. Сізден бір нәрсе жасыру мүмкін емес. Сіз адал доссыз, құпияларды сақтай білесіз. Психологиялық тестіміз сізге ұнап көңіліңізден шығып жатса, арнама тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек сіздер үшін. Сіздермен болған Психобум арнасы.